Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңдағы осындай хит тойбастарлар өз қолымызбен жасаймыз. Ең алдымен табамызға 5 жұмыртқаны жарып алып, үстіне 180 грамм қантымызды салып, көпіргенше миксерлеп аламыз. Келесі кезекте 180 грамм майымызды ерітіп, массамызға құйып араластырып аламыз. Мен бұл рецептпен өте көп жылдар бойы жасап келе жатырмын. Бұны 180 грамм деп жаттап алған, өте оңай жасалады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 180 грамм ұнды аз-аздан қосып араластырамыз. Бізде қатты сұйық емес, қатты қою емес, осындай тесто пайда болады. Менде осындай вафельница бір қасықтан салып алып пісіріп аламыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, қытырлақ өте дәмді 30 вафле шығатын болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бұл маған шабыт береді. Бұйырса алдағы уақытта көптеген дәмді әрі пайдалы рецепттер салып отыратын боламын. Қараңыздар, бізде осындай өте әдемі қытырлақ, өз формасын жақсы ұстайтын вафлелар пайда болады. Енді қазір осы вафлемен тойбастарлар жасаймыз. Базарларда ұсақ-түйек сататын жерлерде осындай специальный конус пакет сатылады. Өзінің қасында специальный осындай орайтыны болады. Және де наклейка керек болады. Бұл біздің тойбастардың ішіне салатын кәмпит печеньеларымыз. Ішіне любой нәрсе салсаңыздар болады, құрма салуға болады. Осындай кәмпиттер түр-түрінен чупа-чуп осылай байлап, әдемілеп наклейка жабыстырып қоямыз. Наклейканы логотип жасайтын жерлерден заказ беруге болады. Қонақтарыңызға осындай тойбастар жасап беріп, таң қалдырыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай бұған көп зат кетпейді. Өте бюджетный вариант тойбастардың. Немесе жаңа бизнес идея, үйде отырып осындай тойбастарға заказ қабылдап, табыстауларыңызға да болады. Кез келген адамның қолынан бір жасағаннан ақ шығатын осындай керемет вафле жасап көріңіздер. Және де каналымда қандай рецепттер болғанын қалайсыздар, соны жаза кетіңіздер. Мен әрбір комментарияны оқимын. Менің каналымнан ажырамай, менімен бірге болыңыздар.